Сәлем, бүгін менің Түркиядағы жатақханама обзор жасаймыз. Ендеше кеттік. Біздің осындай автобустарымыз универге барып алып келеді. Бұл жақтан ұлдардың жатақханасы. Остановкамыз бар осындай тура кампустың алдында. Кампусқа кіргенде сонында жайлы әдемі. Негізі біз бір айға тамақпен қоса 140 мың теңге төледік. Кіргенде осындай кофейняның сыртқы бөлігі көрініп тұр. Ал мына жақтағы орындықтарда біз демалып отырып және тамақ та жеуге болады осында. Кірген кезде осы жақта ең бірінші ұлдардың кіру бөлігі, оған қарама-қарсы бізде кофейня орналасқан. Кофейнямыздың бағалары негізі сыртқы кофейнялармен салыстырғанда тиімді, яғни бірдей бағалары айтуға болады. Мен сторисінде көріп жүрген окей ойынын осы жақтан ойнауға да болады. Жалпы негізі өте ыңғайлы. Содан соң өзіміздің осындай супермаркетіміз бар, ешқайда шығып қажеті жоқ. Осындай фруктының бәрін сол жақтан аламыз. Оның екінші қабатында бізде осындай сабақ оқитын бөлме, яғни кішкентай бөлік бар. Ол жақта келіп сабақтарды қарауға болады, және де бильярдный столиктер бар. Бос уақыттарында балалар осы жақта көбінесе уақыт өткізеді. Мына жақтан тренажерный залды көруге болады. Осындай екінші қабатта мен барып түсіре алмадым, себебі мен выпускный карточкам жоқ. Ол айына бір 5000 теңге дейма сондай. Мына жақта бізде Dorm Food бар. Бұл жақтан өзімізге фастфудты заказ бере аламыз, кейде бөлмеге дейін алып келіп береді, доставкасы бар. Бұл жақта біздің асханамыз. Асханадан біз таңғы ас пен кешкі асты ішеміз. Ұлдар мен қыздар бірге ішеді. Жалпы бұл жақта қыздар кіретін бөлік, мына жақтан ұлдардың бөлігі сол жақтан, ал ортасы жабылған, мына жақта қыздардың бөлігі. Мына жақта тұрған заттар ол магазиннің заттары. Негізі қыздарда бізде 5-ші, 6-ші, 7-ші блоктар бар. Біз қазақтармен осы 7-ші блокта тұрамыз. Бұл жақтан басқа да ұлт өкілдері, түріктердің өздері де бар. Осындай кірген кезде біз 1-ші қабатта тұрамыз. Негізінен өзі 6 қабат. Осы жақта бізде ең бірінші намазхана бар. Мына жақта дәрет алатын бөлме. Сондай-ақ үлкен айна бар коридорда. Біздің бөлмеміз 1-ші қабатта орналасқан, ендеше бірге қарайық. Бізде 3 адамдық бөлме, 3 кісілік, яғни өзімізге өте ыңғайлы және де кең. Осылай бір қыз мына жақта жатады, және де арғы жақта 2 қыздық бөлме. Мынау менің өзімнің кішкентай аймағым. Ол жақта сумкаларымды қойып қойдым, керек заттарым, және де осындай сабақ оқитын столик бар төсектің жанында. Және де шкафы өте үлкен. Біздің, яғни 5-ші общаганы сіздерге көрсеттім. Ол жақта біздің шкафымыз өте кішкентай болды. Мына жақта прям бір адамға өте үлкен шкаф. Осылай еще өзіміздің тумбочкаларымыз бар, және де кішігірім осындай холодильник бар, телефон ресепшнмен сөйлесуге болады, және де осындай уборная. Ол жақта бізде душ, яғни айна мен раковина, және де туалет. Бізде осындай подвал бар. Подвалда көбінесе киім жуатын жер, яғни өзіміздің киімізді жуу үшін 280 теңгеге жетон аламыз. Сонымен киімдерімізді пакетке салып осы есіктің алдына қалдырамыз жетонмен бірге. Олар бізге жуып, қайтадан осы есіктің алдына шығарып қояды. Сосын оны жоғары қабатқа барып жаямыз. Осында киім түктеуге болады, және де келіп демалып сабақ оқуға да болады. Әрине бізде осындай лифттер бар. Жатақхана негізінен апта іші сағат 12-ге дейін, және де апта соңы сағат түнгі 1-ге дейін кіруге рұқсат етіледі. Жалпы мұнда мен сәлем барлықтарыңызға. Әр этажда осындай бізде сабақ оқитын жерлер бар, өте ыңғайлы. Жалпы сіздермен бірге болған Казмет. Видео ұнаса лайк қалдыруға, комментарий жазуға ұмытпаңыз.